Автор Серік Сексенбаев, санат әлеуметтік қамсыздандыру. Дереккөз Қостанай облысы әкімінің блог платформасы. Құрметті Архимед Бегежанұлы, мен биыл не келесі жылы жас отбасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша баспана ала аламын ба? Отбасым бұл бағдарламаның барлық талабына сай келіп тұр. Бірақ бір жылдан кейін жас шектеуіне байланысты бағдарламаға қатыса алмай қалуы мүмкін. Толық жауап берсеңіз, алдын ала рахмет. Сәлеметсіз бе, Серік Асқарұлы? Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту бағдарламасының бекіту туралы қаулысына сәйкес, жас отбасыларға арналған баспана бағыты бойынша қала әкімдігі құрылыс аяқталуға 6 ай қалғанда бұқаралық ақпарат құралдары және интернет ресурстарында баспананың қолданысқа берілуі туралы хабарландыру жариялайды. Ол жерде бағдарламаның жүзеге асырылуға қатыса алатын азаматтар санаты, тұрғын үйдің сипаттамасы, құжат қабылдау орны, құжат қабылдау уақытының басталуы мен аяқталуы туралы ақпарат көрсетіледі. Қазіргі таңда Қостанай қаласында жас отбасыларға арналған баспана бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатқан жоқ. Бағдарлама аясында тұрғындардың барлық санатына арналған баспана бағыты бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы желісімен тұрғын үй салу қарастырылып жатқанын хабарлаймыз. Қазіргі күнде өңірлерді дамытудың 2020 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша жастарға арналған тұрғын үй құрылысы 2 бағытпен жүргізілуде. Оның бірінші бағыты тұрғын үй жинақ құрылысы банкі арқылы, ондағы негізгі шарт бойынша жас отбасылардың 2 мүшесі де 29 жасқа толмаған болмау керек, некеде кемінде 2 жылдан аса тұрған болу керек. Ал екінші бағыт бойынша Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы, онда жалпы құрылыс жүргізіп жатқан үйлерді жергілікті атқарушы органда кезекте тұрған адамдар ала алады. Оның ішінде жалпы үйдің 50% 35 жасқа толмаған адамдар алады. Онда жас отбасының екеуінде жасы 35-ке толмаған болу керек, некеде 3 жылдан аса тұру керек және балалы болу керек.